Біз бұл тапсырманы орындау үшін құрақ көрпе әдісін қолдандық. Біз бұл қима қағаздардан мақал құрадық. Туған жерім, алтын бесігім. Міне осылай біз құрақ көрпе құрастырдық. Біз мәтінмен 4 сұрақ әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Не, қалай, неге, нәтиже сұрақтарымен тапсырмалар орындаймыз. Біз суреттер сөйлейді әдісімен жұмыс жасаудамыз. Бірінші тапсырманы орындадық. Екіншіде тапсырманы орындап садық. Үшінші тапсырмада қандай сурет жасырылған? Біз оны біліп орындайтын боламыз. Біз вақыт құсы ертегісін тәсірімді тұжырым кестесі арқылы талдадық. Шығарма кейіпкерлерінің аты қалай? Олар қандай қызмет атқарды? Кейіпкерлер жағымды ма, әлде жағымсыз ба? Шығармалардың кейіпкерлері ол әкесі, баласы, әмже, қария. Ал олар әкесі бақыт құсын іздеуді. Ал әмже әкесінің баласы. Ал қария ақылсы. Кейіпкерлер барлығы жағымды болады.